Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Мәуіт Рысбек. Біз бүгін аудандық олимпиада есептері 2016-2017 оқу жылы 8 сынып 6 есепті талдайтын боламыз. Есептің шартында мынандай дейді: кез келген екі апельсиннің арасында кем дегенде екі алма болатындай қатарға 4 апельсин мен 15 алманы қанша әртүрлі тәсілдермен орналастыруға болады дейді. Ондай болатын болса, бұл есеп бізде комбинаторика тақырыбына қатысты, өздеріңіз білесіздер. Ондай болатын болса, біз түсінікті болу үшін бұл есепті көрнекі суреттерменен түсіндіріп көрейік. Мысалы, бізде міне 15 алма және 4 апельсин бар. Есептің шарты міндетті түрде орындалу үшін бізде мынау 4 апельсиннің арасында, яғни кез келген екі апельсиннің арасында екі алмадан тұрақты тұр деп қарастырайық. Яғни екі алмадан біз қойып тастадық. Сонда барлығы 6 алманы қойып тастаған боламыз біз. Енді біз мынау қалған 9 алманы, мысалы, мына алманы мен мында шетіне де қойылуы мүмкін бұл жерде. Сосын мына жердің кез келген жеріне мынағанда, мына жерге қойсам да бәрібір әйтеу осы екі апельсиннің арасында 3 алма болған бір жағдай болады, шеткі жағындағы мысалы. Не болмаса бұл мында түсуі де мүмкін, мында түсуі де мүмкін, мында түсуі де мүмкін. Бұл алма кез келген жерге орналасса да бізде есептің шарты орындалады. Демек, онда біз мынау 6 алманы жоқ деп қарайық, яғни солай міндетті түрде екі апельсиндердің кез келген екі апельсиннің арасына кетті деп қарастырайық. Онда біздің мәселеміз неге келіп сайды? Біздің мәселеміз осы 9 алма менен 4 апельсинді қалай орналастырам деген мәселеге келіп саятын болады. Ондай болатын болса, біз бұл есепті оңайластыру үшін жаңағы 6 алманы жойып тастап, 6 алма бізде жоқ деп қарап, енді осы 9 алма мен 4 апельсинді қалай орналастырамыз деген мәселеге әкеліп сайдырайық. Ондай болатын болса, біз түсінікті болу үшін мынау 4 апельсинді осында бір қатарға тізіп алайық алмалардың қатарына. Мында тұрсын, мынау мында. 4 апельсиніміздің барлығымен қосып және алмаларымызды қосып барлығын міне бір қатарға тізіп алдық. Ондай болатын болса, бұл деген мәселе, мысалы, мына апельсин мына орынға, мысалы, мына жерде тұрды, ал мына апельсин мында баратын болса, не болмаса, мына жерде тұрса да ол, мына орында тұра берсе де, есептің шарты орындалып тұр, себебі мына екі апельсиндердің арасында жаңағы екі-екіден алмалар бар деп қарастырамыз. Бұның өзі бір жағдай болып қалады, мысалы. Сол сияқты мына апельсиндер мына жақтағы орынға барып түсуі мүмкін. Не болмаса, мына апельсин барып мына жерде тұруы мүмкін. Бәрібір мына жерде бір алма бар, бұрынғы арасындағы екі алмамыз бар мындағы. Мына алмамыз және мына алмамыз. Онда апельсиндердің арасында бәрібір екіден кем емес алма бар. Біз оны қалай орналастырсақ та жаңағы есептің шарты орындалып тұр деген сөз бізде. Демек, ондай болатын болса, біз енді осы 9 алма мен 4 апельсин барлығы 13 жеміске біз 13 түрлі орын дайындадық деп қарайық. Яғни 13 түрлі жемісті қалай орналастырамыз деген мәселеге әкеп сайдырдық дедік. Ондай болатын болса, біз осы 13 түрлі жеміске 13 түрлі орын дайындадық деп қарайық. Міне, қарап көріңіздер. Бұл бізде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 орын бар бізде. Ондай болатын болса, біз егер осы 13 орынға, мысалы, мына апельсинді мен мына орынға қоятын болсам, сосын мына апельсинді, мысалы, келесі орында тұрса, бәрібір есептің шарты орындалып тұр, себебі бұл екі апельсиннің арасында міндетті түрде бұрынғы екі алма бар деген сөз. Ал енді біз мына апельсинді осы орынға немесе мынаған кез келген бір жеріне қойдым деп қарасам, мысалы, ал мына апельсинді мысалы мына орынға, мына апельсинді мына орынға, сонда 13 орынның кез келген орнына қойсам, ал қалған орындарға біз алмаларды қоюға болады. Ал осы 13 орынға мен апельсиндерді қалай қойсам, сосын жаңағы алмаларды қалған орындарға қалай қойсам, онда жаңағы есептің шарты міндетті түрде екі апельсиннің арасында кем дегенде екі алма болатындай есептің шарты орындалып тұрады. Демек, бұл мәселе бізде жаңағы 13 орынға 4 апельсинді қалай қою мәселесіне келіп қалды. Комбинаторикада біз орналастыру және теру деген
екі үлкен маңызды мәселенің бар екенін білеміз. Орналастыруда бізде егер олардың орындары ауысып кететін болса басқаша тәсіл болатынын білеміз. Ал теруде орындары ауысқанмен бәрібір бір тәсіл болып саналады. Яғни мына апельсин мында тұрса, ал оның орнын мынаған келіп, мынау қайтадан мынаған барса, бәрібір бір тәсіл болып саналады. Демек, бұл мәселе 13 жемістің ішінен 4 апельсинді қалай таңдап алып осы орындарға қою, 13 орынға қою мәселесі болып саналады екен, соған айналып қалды деп жаңа айттық. Ондай болатын болса, бұл терудің формуласы бойынша, терудің формуласын білесіздер. Терудің формуласын білесіздер. Мысалы, теруде с деп жазамыз. С енде ем тең ен факториал бөлінген ен минус ем факториал көбейтілген ем факториал. Осы формула бойынша жаңа айтылғандай бұл есеп түсінікті болды бізде. С, яғни 13 жемістің ішінен, міне 13 жемістің ішінен 4, яғни 13 орын бар дедік біз. Сол 13 орынға жаңағы 4 апельсинді қою мәселесі теру екен, яғни 13 элементтен 4 элементті теріп алу мәселесі деп қарауға болады. 13-тен 4 теру тең. Немесе бұл 13-тен 9 теру бәрібір бір болып саналады. 13-тен 9 теру. Яғни жаңағы 4 апельсиннің орнына біз 4 апельсин емес 9 алманы терсек те бола береді. Бұл не үшін жаңағы алманы теру мәселесі неге апельсинге кетіп қалды деген ой болуы да мүмкін кейбір әріптестерімізде. Себебі біз мына формуланы білеміз. С енде ем дегеніміз, с енде ем дегеніміз тең болады. Мысалы, с енде ен минус ем формуласы. Яғни бәрібір 9-дан 4 алатын болсақ 13 шығып тұр. Мына екеуі бәрібір тең болады. Демек, біз жаңағы алма мәселесін апельсин мәселесіне сайдырып жүрген себебіміз сол. Осы формула бойынша есептеп көретін болсақ, онда бізде қысқаша жазалайын мен 13 көбейту 12 көбейту 11 көбейту 10 бөлінген 4 факториал дегеніміз 4 көбейту 3 көбейту 2 көбейту 1 тең. Бұл қысқарған кезде міне мұн екеуі қысқарады және мұн екеуі қысқарады. Мұн жақта 5 барлығын көбейтіп көретін болсақ, бізде 715 түрлі тәсіл шығады. Демек, онда бізде бұл барлығы 715 түрлі тәсіл деген мәселеге келіп саяды. Ал енді бұны кейбір әріптестеріміз жаңағы қайталанбалы терумен шешкендер бар. Әрине қайталанбалы теру мәселесімен де шешуге болады бұл мәселені. Мысалы, біз мынау апельсиндеріміз бұрынғы орында тұр деп қарайық. Жаңа біз айтып өттік. Осындай әрбір кез келген екі апельсиннің арасында екі алмадан тұр деп қарадық. Ондай болатын болса, бізде міне 1 орын, 2 орын, 3 орын, 4 орын, 5 орын. Яғни әрбір алманы қоятындай бізде 5 орынның мүмкіндігі бар. Осыған қайталанбалы терудің формуласы бойынша міне 9 алманы 5 орынға орналастыру мәселесі болып қалады да, қайталанбалы терудің формуласы мысалы с енде ем, қазір кешіңіздер. С енде ем, үстіне сызықша қойсақ болады. Бұл қайталанбалы теру деген сөз тең болады. Онда с ен плюс ем минус 1-де ем минус 1 болып қалды. Демек, бұл біздің қайталанбалы теру формуласы бойынша жаңағы 5 орынға 9 алманы орналастыру мәселесі. Демек, міне с 9-да 5 қайталанбалы теру тең 9-ға 5-ті қосатын болсақ 14, 14-тен 1-ді алатын болсақ бәрібір 13, ал 5-тен 1-ді алатын болсақ бәрібір
4 міне қайталам балл терудің формуласымен де бұл есепті шығаруға болады. Бәрібір бізде 715 түрлі тәсілмен орналастыруға болады деген мәселеге келіп сайды. Онда міне біз 8 сынып 6 есеп аудандық олимпиаданы талдадық. Қош сау болыңыздар.